Қалайсыздар достар? Мен есімім Нұрлан Жанай. Бүгін бизнес-наставник, ментор, психолог, коучтар, психосоматолог, жалпы осы эзотерикаға қатысты, психологияға қатысты мамандар қалай айына 5 миллион теңге табатынын мен сіздерге разбор жасап беремін. Жақсылап тыңдап алыңыздар. Қазір не көп нарықта психолог көп, бірақ парақшасына бір 15 видео салады, 15 фото салады, сонымен Аллахқа бар жоқ ол кісі. Сосын днода, депрессияда жүреді өздері. Сол кісілерге жақсы мотивация осында жасалады, сондықтан жақсылап қарап пікірлеріңізді білдіріңіздер. Жалпы арзан жолы бар, қымбат жолы бар. Енді психологтар бөлінеді. Кәдімгі институт, психоаналитика институтын бітірген неше түрлі бірнеше дипломы бар, магистратура, докторантура деген сияқты бакалавр бітірген кәдімгі ғылыми психологтар немесе сондай өте жағдайы бар, машинасы бар, үйі бар, байдың әйелдері бар психолог болып кетеді. Сондайларға ол қымбат жол ұсынамыз. Кішкене жағдайы жоқ, енді бастап жатқан, үй жоқ, машинасы жоқ, көрсететін состояниесі жоқ. Біреулерден оқып алған, психология оқып алған, бір сертификаты бар адамдарға бұл мына жолды ұсынамыз. Ең бірінші арзанның жолынан бастайық. Арзанның жолында сіз массалық әлеуметтік желіде массаға жұмыс істеп бастайсыз. Бұл жерде тақырыптар кез келген тақырып қозғай беруге болады. Әсіресе ер мен әйел қарым-қатынасы, келін мен ене қарым-қатынасы, бала тәрбиесі деген сияқты бүкіл тақырып қозғай беріңіз. Себебі сіз массаға жұмыс істейсіз. Бүкіл тақырып қозғай бересіз. Мына қымбат эксперттер бұлар бір-ақ тақырып болады. Тек ажырасу, тек измена деген сияқты сондай бір. Тек қана ішіп кету, тек қана азарт деген сияқты сондай бір узкий горлышко деген сияқты узкий бір теманы алып алу керек та бұлар. Мыналар кез келген теманы ұра беріп, сосын жайлап мына жаққа ауысатын кезде бір темаға дағдыланады. Өзінің келген клиенттеріне қарай. Ең бірінші масса ол әлеуметтік желі. Сіз TikTok, Telegram, Instagram, YouTube, керек болса ВКонтакте, Pinterest'те де болуыңыз керексіз. Ең негізгі құралы болады. TikTok стримде күні-түні сол жерде қонасыз, сол жерде ұйықтайсыз, сол жерде жүресіз. Сіздің түріңіз бүкіл Қазақстан танылу керек. Сосын TikTok'та төменде таргет қосып қоясыз, 5-10 мың теңге қосып қойсаңыз, сізге көбірек аудитория болса, сундук деген нәрселер болады. Бұның бәрін үйреніп аласыздар. TikTok стримде отыру керек, сол жерде күніне 3-4 сағат уақыт көру керек. Соның азартына кіру керек. Себебі сіз тоқтамай сөйлеуіңіз керек, тоқтамай сіз клиент жинауыңыз керек. Сосын Insta Reels. Сіз күніне 2 рилстен кеміне айына 50-60 рилс тоқтамай түсіруіңіз керек. Не көп психологияда тақырып көп, не көп психологияда тема көп, сөйлей беруге болады негізі. Қайбабат етіп сөйлей беруге болады. Сондай-ақ ана TikTok'та сол рилсті салған кезде астына текст жазғаннан да сұрақ болып кетеді. Сол сұраққа ответить дейсіз, өзіңіз түсіріп былай сөйлей бересіз. TikTok'та кез келген эксперимент жасауға болады. TikTok'та кез келген сападағы үйде төсектің арасында жатып алып та түсіре беруге болады. Ол TikTok'та шомылып жүріп түсіре береді. TikTok ол TikTok'та бұл жерде беспредел болып жатқаннан кейін сізде де беспредел болу керек. Енді сол TikTok'та стримға шығасыз, Instagram'ға шығасыз, YouTube'ға шығасыз, анда шығасыз, бүкіл Telegram'да каналыңыз болады. Сол қысқасы 20 мың теңгеден сізге 100 клиент табу керек. 100 клиент айына. Енді күніне 5 клиенттен алып загруженно істегеннің өзінде сіз 20 мың уақытыңыз сол 100 клиент кетеді. Кішкене енді 6-7-ден 8-ден тұратын болсаңыз, енді 20 мың теңгеге сіз 1 сағат сөйлесесіз ғой, 1 сағат уақыт табу керек та, 20 мың теңгеге 1 сағат сөйлескеннен 100 сағат уақыт табу керек бір айдың ішінде. Желательно сол 15 күнге сыйдыру керек. Себебі сіз контент жасайтын уақытыңызда басқа да клиенттеріңіз болады. Осы 100 клиенттің ішінен өзі сұраған немесе қатты талпынып тұрған, өзгерем деп тұрған 10 клиентке сіз не істейсіз? 300 мың теңгеден бір ай болатын ол. Бір айлық. Мынау 1 сағатта, 1 сағат консультация. Одан көп 5 сағат сөйлесіп кетпеңіз, подруга болып, туысқан болып кетіп, онымен керек емес андай. Не болып, әңгіме айтып, сырласып кетіп, 20 мың теңгеге подруга болмайсыз. Подруга боласыз 300 мың теңгеге. 300 мың теңгеге 10 клиент аласыз, мына 20 мың теңге 100-ге көбейтесіз. 2 миллион теңге, 300 мың теңге 10 клиент алсаң жеке жұмыс істеуге. Бұл бір ай жұмыс істейсіз, сонда 3 миллион теңге, 2 миллион қосу 3 миллион, 5 миллион болады. Енді расход рилсіңізға 500 мың кетсін, тағы бір кабинет, мынау тағы қосымша 1 миллион кетсін, 4 миллион, 4,5 миллион таза табуға болады. Бұл енді азан жолы. Енді қымбат жолы. Сіз бағана айтқандай бүкіл вопрос бойынша бүкіл не болмауыңыз керек. Дилетант широкого профиля болмауыңыз керек. Эксперт по всем вопросам болмау керек психология. Бір-екі тақырып алу керек. Бір-екі тақырып. Желательно байлардың тақырыбы болу керек. Байларда қандай тақырып? Оларда байларда енемен проблема болуы мүмкін әйелінде. Немесе күйеуінің қайын жұртына деген сияқты сондай бір темалар тауып аласыз.
соны тауып алып, сол бала тәрбиесі, баласын қандай мамандық таңдауды білмейді деген сияқты. Сондай бір күшті бір экспертіңіз тауып аласыз. Жаңағыдай өзі бір темалар болады, байсыз темалар, өздеріңіз қарап көресіздер. Сол темаларға сіз экспертный контент жасайсыз. Ана 1 минуттық рилстар онша өтпейді. Бұл жерде разговор, тегін консультация, ол жерде кәдімгі үлкен контент жасалу керек. Сөйтіп ол үлкен контенттер сізді бір кітапша 100 бет болсын, 50 бет болсын бір кітапша жазуыңыз керек. Бесплатный бересіз бе, 5-10 мың теңгеден бересіз бе, сосын бір арзандау курс болу керек. Ол кітап пен курстың бағасы 10 мың теңге мен 30 мың теңгенің арасында болады. Соны сатасыз. Сіздің мақсатыңыз, бір айлық мақсатыңыз содан 100 штук сату керек. 100 штук сатасыз, бұдан тапқан ақша сізге мүлдем немес, маңызды емес, просто бұл Tripwire дейді, арзан бір өнімді сізді сатып алып, сізді көру керек. 5-10 мың мен 30 мың теңгенің арасында сіздің экспертностыңызды көру керек, сізге ақша төлеп бір энергия алмен болу керек. Басында входной тариф сондай болу керек. Мына жерде входной тариф тегін болады. Мына 10 мың мен 30 мың арасында 100 штук сатыңыз, кемені миллион теңгемен 2 миллион, 2,5 миллион түседі. Бұның бәрін сіз өзіңізге қайтадан қиясыз, сізге бір тиын да қалмайды. Сосын жаңа жеке кездесу проработка жасайсыз. Бұны мүмкіндігінше сатпау керек, себебі қымбат тауар сату. Сіз бұны 100 мыңнан, 50 мыңнан, 60 мыңнан, 200 мыңнан сатсаңыз, ол кейінгі продуктіге өтпей қалады. Бұны тегін беру керек. Ол адам түсу керек, сіздің жанашырлығыңызды, сіздің оған деген бір мейірім махаббатыңыз тасып тұрғанын көру керек. Сонда жеке кездесу, танысу, проработка жасай саласыз, бір жарты сағат, 40 минут отырған жерде деген сияқты. Немесе офисқа шақырып сөйлесесіз, жан дүниесіне кіресіз. Бұл жан дүниенің кірудің бәрінің астарында 10 штук сіз 1,5 миллион теңгеден 3 айлық не сатасыз, 3 айлық жеке жұмыс істейсіз. 3 айда сіз оны аптасына бір реттен сөйлесіп тұрасыз, 10 шамамен не сатасыз. 10-12 консультация қосқанда 3 айлық жұмыс болады кәдімгі. 3 айлық жұмысты 1,5 миллионнан сатасыз, сода 10 штук сатқанда 15 миллион болады. Бұл 3 айға бөлгендіктен бұл не болады? Айына 5 миллионнан келеді. Сіз ана басқада таза 5 миллион түседі, бұл қымбат жолмен жүрсіз. Ана 1,5-2 миллион шығындарын жабады, былай жүріп тұрсыз. Сосын сіз бір ай осы ай жинап алдыңыз ба, екінші, үшінші ай сіз осы процестерін көрсетесіз қалай болғанын. Кейбіреулерін конфиденциально көрсетесіз, айтатын нәрсе болса кейбіреулерін не конфиденциальный адамдар болса түрлерін көрсетпей, кейбіреулер ашық көрсетеді, онда тұрған ештеңе жоқ болса түрлерін көрсетіп дегендей, сіз осы процестің бәрін 10 адаммен жұмыс істеп жатқанды көресіз. Бұл запуск сияқты болады ғой, сіздікі запуск сияқты болады. Сіз 3 айда бір рет запуск сияқты жасап тұрасыз. Сонда наликке, қиналмай, рахаттанып ақша табатын жол, қымбат жол. Бұндай напрягсыз, мыналар кішкене напрягать етеді. Себебі бұның аудиториясы көп, бұл жақта низковибрационный, төмен вибрацияда адамдар қаныңызды ішуі мүмкін, а мына жақта кішкене не? Көрдіңіз ғой, мынау сатылмайды, мынау сатылмайды, мынау сатылады. Мынау сатылмайды, мынау сатылады. Бір не жасап, құндылық беріп, бір рет сатасыз. Бір құндылық беріп, сатасыз деген сияқты. Мына жақта былай этаппен келеді, көрдіңіз ба? Мысалы 1, 2, 3 деп бұл жерде мынадан бастап, 2-ден мына жерден бастап бәрі сатылады, мына жерден бастап. Алғашқы 2 нөл болады да, мына жерден бастап 2 сатылады, көрдіңіз ба? Осылай воронканы құрастырған кезде ойнау керек. Бір сатасың, бір сатпайсың, бір сатасың, бір сатасың. Немесе алдында 2 шақ сатпай тұрасың, кейін 2 шақ сатып жібересің деген сияқты. Осының бәрі мынау 3 айда бір рет запуск болады, мынау ай сайын жүйелі түрде команданың систематично қойып тастау керек. Осындай егер коуч, психолог, психосоматика деген сияқты өзінің суицай, нумеролог, эзотериктер болса, тағы да қандай осыған ұқсас неше түрлі ойын ойнататын мамандар болса, хабарласыңыздар, мен кез келген сіздерге бұл тек қана үстіртін айсбергтің төбесін ғана айтып отырмын. Егер мен эксперттілігім керек болса, мен сіздерге 5 миллионға спокойно шығарып беремін, ешқандай проблема жоқ. Бағасын келісеміз, 2 айда ары кетсе 3 айда 5 миллион теңгеге шығаруға болады. Хабарласыңыздар, мен есімім Нұрлан Жанай, инстаға хабарласыңыздар, Нұрлан.Жанай дайректке жазсаңыздар, мен сіздерге тағы да бір консультация жасап беремін, бесплатно от души. Просто сіз кішкене энергия алмасу құпияларын білетін адам болсаңыз, сіз дамимын, өсемін, 5 миллионға шыққым келеді, мен коуч болып қиналып жүрмін, мынандай сіз коуч, психологтар, психосоматика осы адамдарға консультация жасайтын консалтинг саласында кез келген маман бол. Басқа финанс, мысалы, финансист, бухгалтер болса да осы схемаға ұқсас схемамен жүресіздер. Сондықтан баршаңызды күтеміз. Осы видео ұнаған болса, психолог, коуч, психосоматик деген сияқты достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Инстаграмға Нұрлан Жанай аккаунтына жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.